Жұлдыз 10 жыл болды ғой, онсыз 10 жыл бойы айтпай келдім, енді қалай айтсам жарасатын уақыт болды. Стажы көбірек қой дейсіз. Иә, одан кейін өзім де кейде мысалға, мама ана қыз әдемі екен иә деп, бір клипқа болсын, негізін айтып қалатын болса, Қайрат, Нұрлан, Мира бәріміз бірге жүргенде, ой ана қыздың әдемісі деп қалса, ішінде қайсысы болса айтып қалса, мен енді Қайраттың жаңағы ойын етіп, негізі Жұлдыздан әдемі ешкім жоқ, олардың бояуын алып тастайтын болса, ол кезде олардың түрінен түк те болмайды. Енді ана жер жасалған, мына жер жасалған деп айтамын да, ерін бүйтіп алған, мына жерін сөйтіп алған деп. Бірақ сен білесің бе, Жұлдыз, сенің нағыз жаңағы табиғи сұлу деп мама шынымен бе деп қалады. Өзінің несін, жаңағы әйелінің несін мен жеткізіп отырғым келді да. Жақсы жан семіртер дейсіз ғой. Қай-қайсына болса да. Бірақ еш уақытта мысалға күйеуіме, не болмаса балама, келін жамандамайын. Олар бірдеңе деп қалса, Жұлдызды қате қалса да, жауап жерге тырысып отырамын. Өйткені олардың жүрегінде қалып қояды. Дереу мына жаққа шығып звондай қоямын. Жұлдыз, мен осылай айттым, сен бірге болайық деген сияқты айтып қоя саламын да, ұрыс болып кетпесін деп. Қайрат айтатынды өзіне жеке айтамын, келініме жеке айтамын дейсіз ғой. Негіз дұрыс, Жұлдыз сен түсіну керек деп Қайратқа ұрыс тастаймын. бірақ оны Жұлдызға айтпай отырсам, ал келінме айтқан кезде ол сосын ойлап қалады жаңағы. Баласының әрине дұрыс деген сияқты да. Керемет, енді бұл ене болу дегенді барлық өз балаңның да жағдайын ойлап, келініңді де дер кезінде уақытылы жаңағыдай айтатын ақыл кеңесіңізді айтып, соның барлығынан жол тауып, енді бұл үлкен мектеп, үлкен даналық керек деп ойлаймын негізі. Бұл жағынан да алдасыз, Аллаға шүкір. Жұлдызға кино түсірдім ғой. Сол кезде естідім да, сенің үстінен өстіп екі түрлі программа жазылып жатыр деді да. Біреу қымбат бағамен, біреу арзан бағамен. Қалай ол? Өйткені олар біреуін жаңағы келісу мүмкін режиссермен, дұрыс па? Бірақ оған пәлен деп айту мүмкін. Или болмаса бір жерде біз рекламаға алу мүмкін деген сияқты. Бірақ олар көптеп ақша айтады да, сөйтіп үстінен пайда көреді ғой енді. Сондай болу мүмкін деп айтты да маған. Сосын таңертең тұрдым да бардым. Раят Өкеніне қалардым. Ол продюсер мықты. Раят Өкеніне осындай жағдайлар болады екен. Мен өстіп өзім бұл енді Қайраттың нәпақасын жинап, сөйтіп бір жыл бойы сценарий жазып, осы Жұлдызды қалайды әнші қылсам, Жұлдыз қылсам екен, Жұлдызын жандырсам екен, Қайраттың әйелі емес, өзін Жұлдыз етсем екен деген арманым еді. Сол баламның енді ұшып қонып жүрген қаншама еңбегі ғой.